Барлықтарына салам достар, сендермен мен Духа. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарындай бүгінгі видеода бізде қалай форумға жалоба лақтыру керектігін айтамын, және де оған не керектігін тағы да басқа да заттар айтатын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан лайк пен комментарияның санын аямай көбейтіп жіберіңіздер. Ал айтпақшы, менің YouTube каналымда 2000 подписчик, азақ подписчик қалды, сондықтан көп подписчиктер жинап тастайық және де лайк пен комментарияны көбейтіп жіберейік. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Ал сіздерге айта кетейін, бізде ең бірінші форумға жалоба лақтыру үшін, мысалға сіздерді игроктар алдап кететін болса, яғни скамить етіп кететін болса, сіздер игроктармен фрапс болуыңыз керек, яғни барлығы доказательство болу керек. Енді доказательство арқылы сіздер форумға жалоба лақтыра аласыздар, ал без доказательства вообще бола алмайды. Так что достар, айта кетейін, сондықтан любой жерде алдап кететін если подозрительный болатын болса, сразу фрапс жазып алып, соған форумға лақтыруға заявка лақтыруға болады. Ал бізде форумға осындай қазір көрсетіп жіберейін туториалды. Енді сіздерге тез көрсетіп жіберейін. Одан кейін бізде администраторларға тағы да басқа да адамдарға жалоба көрсететін боламын. Ең бірінші Google-ға кіріп, яғни Google деген приложение кіріп, Black форум деп жазамыз. Сол арқылы сіздер осы жаққа кіргеннен кейін ең астыға қарай түсе беретін боласыздар. Және де өздеріңіздің серверлерін таңдайсыздар. Мысалға менің серверім Череповец. Мына жақта жалоба дегенді таңдап, мысалға сіздер кімге жалоба лақтырылғаныңыз келеді. Мысалға администраторларға жалоба лақтырасыздар ма, әлде игроктарға лақтырасыздар ма, және де или болмаса обжалование лақтырасыздар ма. Соның барлығын сіздер қазір өз видеодағыдай қарап істей беріңіздер. Мысалға мен жалоба на игроков дегенді бірінші көрсетіп жіберейін. Мына жақта мысалға мен осы жерге мысалы өздеріңіз басқа скамить етіп кеткен адамды осы жазасыздар, нигін. Мысалға мен жаза салайын, мысал ретінде Духа Макаров, и сосын осылай жазасыздар да, дроп жазасыздар да. Осы жаққа НРП обман, яғни причинасын көрсететін боласыздар. НРП сосын обман деп жанына бүйтіп көрсетіп жазатын боласыздар. Одан кейін тағы да осындай дроптарды жазып, одан кейін мына жақта форум деп ағылшынша жазатын боласыздар. Жазып болғаннан кейін мында астына сообщение деген жерге сол адамдардың егін тағы да басқа да заттарды көрсететін боламын. Достар, мына жерінде мен басқаша жазып кеттім, әрине оғанға дейін мен ақылым тыңдай тұрыңыздар. Достар, айта кетейін, бізде осы Black Rush'да если сіздерде фрапс болмайтын болса, никогда бұлай лақтыра алмайсыздар. И фрапсты қалай істеу керектігін барлығын бұйырса көрсететін боламын. Не болмаса сіздер комментарияға жазып кетіңіздер, соны фрапсқа туториал көрсетейін ба, не болмаса көрсетпейін ба. Барлығын, короче, қазір сіздер достарға көрсететін боламын. Міне көріп тұрғандарына никнейм игрока деп жазып отырмын, бірақ бұны барлығы өтірік, мен байқаусызда жазып жібердім. Қазір мен басқа жазатын боламын. Мысалға ваш никнейм деп бірінші жазатын боламыз. И ваш ник, сосын нижний пробелді басып name деп жазамыз, одан кейін 2 точки жазамыз да, сіздердің никтарыңызды жазатын боламыз. Мен жазбай қоямын, и сосын мұнда никнейм деп қайтадан игрока деп жанына жазатын боласыздар. Никнейм игрока деп тағы осылай 2 точки қоясыздар. И астыға түсесіздерде тағы да доказать жоқ. Мұнда бірінші 4-шіге бізде суть жалобы деген болады. Негізі, яғни не үшін сіздер оны банға тықап жатсыздар, не үшін оны жалоба лақтырдыңыздар, сол жайлы суть жалобы деп жазатын боласыздар. Одан кейін тағы 2 точки жазасыздар да, сол жаққа қалай не үшін скамить еткен, яғни не үшін банға тыққыларыңыз келеді, тағы да басқа не үшін жалоба лақтырдыңыздар, сол жайлы жазасыздар. Ал мына жақта доказательство деген жерге өздеріңіздің, яғни фрапстарыңызды YouTube-қа скидывать етіп, сол жақтан ссылкасын скопировать етесіздер де осы жерге қоясыздар. Сонымен осылай сіздер жалоба лақтыратын боласыздар. Ал айтпақшы достар, айта кетейін, еще сіздерге келесі видеода не туториал көрсетейін, енді соңғы кездері сәл туториал вообще көрсетпей кеттім, сондықтан сіздерге туториалды көбінесе көрсетемін деп шештім. Енді мысалға қандай туториал, фрапс па, тағы да басқа да заттар қалай туториал көрсетейін, соларды комментарийға жазып кетесіздер. Енді айта кетейін, айтпақшы фрапстың условиялары мысалға верно деп аяқталу керек, и сіздер да деп, анау адам да деп жазатын болса, сіздерді қабылдамауы әбден мүмкін. Себебін айтқанда, осындай верно деп жазасыздар, сол кезде ол адам да деп жазатын болса, вообще онда ол өтірік алып тұр. Себебін айтқанда, ол жерде верно деп жазылып, және де тайммен сразу жасап аласыздар да, одан кейін ары қарай ары қарай кете бересіздер. Яғни сіздер ски сатып алғалы тұрсыздар ма, тағы да или бір спорт плюс қойғалы тұрсыздар ма, мысалы тағы да басқа да заттар, яғни причиналар. Достар,
бүгінгі видео өз мәресіне келіп жетті. Сондықтан лайк пен комментарияны санын аямай көбейтіп жіберіңіздер. Ал ендеше сау саламат болыңыздар. Пока-пока. Чау.